Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет пицца дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен біз қамыр ашытып аламыз. Бізге қант, тұз, жылы су қажет болады. Мен описание бөліміне барлық заттарды жазып өтемін. Оливки масло құямыз. Егер оливки масло болмаса, сұйық май құюға болады. Араластырып аламыз, ұн салып, қамырымызды ашытып аламыз. Мен дрожжа мен ұнды жылы суға араластырып, дәл осылай опора жасап алдым. Сіздер де жасасаңыздар болады. Достар, келесі видеода қаттама жасау туралы жаңа видео шығады. Соны жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Апта сайын тиянақты түрде мен сіздерге жаңа видео шығарып тұрамын. Менімен бірге болыңыздар. Міне достар, қамырымыз дайын болды. Енді бұл қамырды ашытып қоямыз. Әдемілеп орап қоямыз. Қамырымыз ашығанға дейін біз керекті заттарды турап аламыз. Бізге шұжық, помидор қажет болады. Вареный шұжық істетіп жатырмын мен. Сіздер өздеріңізге керекті шұжықты алып істетсеңіздер болады. Турап аламыз. Әдемілеп. Достар, сіздер дәл осы рецепт бойынша пиццаны жасап көрсеңіздер, өте дәмді шығады. Балаларыңызға да ұнайды. Жасап көрсеңіздер, комментарий бөліміне жазып өтіңіздер. Сіздерде қалай шықты пицца дәл осы рецепт бойынша. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Мен керемет секрет айтамын. Пицца қалай жұмсақ пісу керек екендігіні. Сырды теркадан өткізіп аламыз. Барлық заттарды осылай турап аламыз. Оған дейін біздің қамырымыз ашып та қалады. Жасап көріңіздер. Реально күшті шығады достар. Мен күнде осы пиццаны жасап беремін. Вот міне қамырымыз ашып та қалды. Енді бұны екіге бөліп аламыз. Біз жасаған рецептен екі пицца шығады, үлкен-үлкен. Егер кішкентайдан жасаймын десеңіздер, үшеу де шыға алады. Мен қайта-қайта пісіріп жүрмеу үшін дәл екеу шығардым. Біреуі колбаса, помидормен, екіншісі тек қана сырмен дайындалады. Қамырымызды дәл осылай жасап алып, 5 минут тұндырып қоямыз. Қамырымыз тынды міне достар, әдемілеп жасап аламыз, домалақ етіп. Менде үлкен болды пицца. Әлі мол тойымды пицца болады. Жасап көріңіздер. Мен сіздерге кеңес беремін. Дәл осы рецепт бойынша жасаңыздар, сіздер әдемі шығады, жұмсақ шығады. Пиццаны үстіне томат, кетчуп, майонезді араластырып аламыз, жақсылап. Сосын пиццаның үстіне әдемілеп жағамыз, бір келкі жағып аламыз. Сосын колбаса мен помидорларды теріп шығамыз. Достар, мен сіздерге бір секрет айтайын. Сіздер духовкаға 180 градусқа 25 минут пісіріп аласыздар. Пиццаны қызып тұрған духовкаға салыңыздар. Сонда пицца жұмсақ шығады. Еще қатып қалмайды, екінші күнге қалса да. Міне, дәл осылай жағып аламыз. Бір келкі барлығын реттеп жайып шығамыз. Ұмытпаңыздар, духовка қызып тұрған болу керек. Ал екінші пиццамыз сырмен дайындалады. Дәл осылай соусымызды бір келкі жағып шығамыз. Сосын сырды жағамыз. Үстіне шашамыз әдемілеп.
Міне достар, жасап көріңіздер. Духовкаға саламыз. Әдемілеп 180 градусқа қызып тұрған болу керек. Пиццамыз 25 минутта пісіп шығады. Міне достар, дайын болды пиццамыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге үлкен рахмет, менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін. Ас болсын.